Сәлем құрметті көрермен, бүгін мен моншаға түсу әдебі, яғни ережесі, пайдасы және зияны туралы айтпақшымын. Моншаға түсу тазалықтың ғана емес, саулықтың да кепілі болып табылады екен. Бала кезімізде мектепке деген дайындық, мектеп формасынан басталып, аяғы моншаға түсумен аяқталатын. Дегенмен қазір монша түрлері көп және оларға түсудің өз ережесі мен тәсілдері де болады екен. Моншаны жақсы көретіндер мұндай ереже мен тәсілден хабары да бар шығар. Ендеше моншаның пайдасы мен дәрілік шөптердің емі жайында кеңінен тоқтала кетермін. Моншаға түскенде түрлі эфир майлары, гүлдер мен дәрілік шөптер тұнбасынан ыстық будай яғни парда емдік шараларды өткізуге болады екен. Себебі эфир майы көңіл күйді көтеріп, теріні сергітіп, жасартады. Сонымен қатар дәрілік шөптердің сенімділігі мен емдік нәтижесі кейбір дәрілік препараттардан кем болмайды екен. Ол үшін арнайы май, емдік шөптер және олардан дайындалған араласпа қоспаны пайдалануға болады екен. Ол үшін балғын, кептірілген шөптер мен жапырақтарды жарты сағат ыстық суда ұстайды да сүзгіден өткізеді екен. Не болмаса шөптерді сығып алып тастайды. Екінші тәсіл емдік өсімдіктерді құрғақтай қояды. Біршама уақыт өткен соң шөптер жұмсарып, керемет иісі шыға бастайды екен. Ол үшін қарақат жапырағы мен жалбызды пайдалана алады екенбіз. Моншаға түсудің әдептілігі мен үкімі ислам діні тазалыққа аса мән берген дін, сондықтан монша туралы да үкімдер қойылған екен. Алдымен моншаның жағдайы: бірінші, моншада жетерліктей су болу қажет екен. Екінші, моншаның іші сыртын ластықтан таза ұстау қажет екен. Тазалық сүннетке жатады. Адамдар түсерде монша лас болатын болса, онда монша иесі күнәһар болып табылады екен. Ондай моншаға мұсылманның кіруі мәкрүһке жатады екен. Үшінші, моншаға кірген адам сол аяғымен кіріп, зиянды нәрселерден Аллах тағалаға сыйынып кіреді екен. Төртінші, ер кісілер мен әйел кісілердің бөлмелері бір-бірінен бөлек болуы тиіс, яғни әрбірінің есігі мүлде басқа жақта болуы қажет. Кіріп шыққанда бір-бірлерін көрмеуі керек. Бесінші, ер кісілер де әйел кісілер де өзара бірнеше адам болып моншаға түсетін болса, бір-бірлерінің әурет жерлерін көрмеулері қажет екен. Ер де әйел де өз араларында сәтри әурет жерлерін жабық ұстап шомылулары қажет екен. Сол үшін әурет жерлерін арнайы орағышпен орап жүрулері шарт. Ер кісілерде, әйел кісілерінде өзара әурет жерлерін көрулерге харам болып жатады екен. Ерлер моншасына әурет жерін ашып шомылатын болса, күнәһар болып табылады екен. Сол себепті ислам дінінде моншада тыржалаңа шомылған адам әділдігін жоғалтып алғандықтан оның куәлігі қабыл етілмейді екен. Өз жынысының алдында шомылып, одан кейін арнайы жабық жерде әурет жерлерін жууы қажет. Алтыншы, егер бір кісі жалғыз өзі шомылғанда жалаңаштанса, харам болмаса мәкрүһке жатады. Оның әурет жерін жауып шомылуы сүннетке жатады. Жалаңаштанған жағдайда да қыблаға қарап тұрмауы қажет. Ал ер мен әйелдердің теңіз яки көл жағалауында әурет жерлерін ашып шомылулары ислам дінінің сенімінде құлшылығына да мүлде қарама-қайшы нәрсе болып табылады екен. Мұндай жерлерден рахым періштелері алыстап, ібліс пен оның серіктері сол жерде мекендеп алатыны даусыз екен. Цунами секілді кейбір теңіз жағалауларындағы пәлекеттер осының белгісі болып табылады екен. Моншаның адам ағзасына пайдалы екені ғылыми тұрғыда дәлелденген, алайда моншаға байланысты шектеулер де жоқ емес. Мысалы, мамандардың айтуынша, созылмалы ауруы бар адамдардың моншаға түспегені жөн екен. Монша иммунитетті көтерді, бірақ тұмауды емдемейді екен. Көпшіліктің моншаға түсіп демалғаны ұнататыны жасырын емес. Онысы да бекер емес. Монша иммундық жүйені жақсартады, бірақ көбі ойлағандай тұмауды емдемейді екен. Ондай кезде бірден дәрігерге көрініп, толық сауыққанша моншаға баруды кейінге қалдыра тұрғанымыз абзал екен. Сондай-ақ ем шараларын алып сауыққан соң кем дегенде 2 апта монша, сауна сияқты ыстық жерге бармаған дұрыс. Себебі толық жазылмай ағзада қалып қойған ауру ыстықтан қайта асқынуы мүмкін екен. Монша мастықтан аюға көмектеседі, бірақ қатты шөлдетеді. Дәрігер Шварцманның айтуынша, адам моншаға түскенде тер бездері белсенді жұмыс істеп, термен бірге ағзадан токсиндер мен ауыр металдар сынды зиянды заттар шығып, бауыр мен бүйректің жұмысының жақсаруына көмектеседі екен. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов адам монша қатты терлейтіндіктен мастықтан айыға алатынын айтады екен. Мас адамның басы, буындары мен бұлшық еті ауырып, сырқырайды. Ыстық монша сондай ауырсынуларды жеңілдетеді екен. Алайда моншада адам көп терлейтіндіктен сәйкесінше
сәйкесінше оны шөл қысып, денесінен шыққан терден де көп мөлшерде су ішеді екен. Сондай-ақ адам терлегенде калий, натрий сынды ағзадағы микроэлементтерді жоғалтады екен. Олардың орнын көп мөлшерде су ішіп толтыруға болады екен. Монша жүрек қан тамырлары жүйесіне оң әсерін бергенімен, жүрегі ауыратын және гипертониялық науқастар үшін зиян болып табылады екен. Парамоновтың айтуынша, ғалымдар монша атеросклероздың және холестериннің түйіншектердің пайда болу қаупін азайтатынын дәлелденді. Сондай-ақ монша жүрек қан тамырларының пайдалы. Егер сіз қандай да бір аурумен, әсіресе созылмалы аурумен ауыратын болсаңыз, мысалы гипертония, қояншық ауруы, қан аздығы, гепатит, терінің және жыныс жүйесінің ауруы, сіз жүрек ұстамасына шалдыққан немесе өзге де жүрек ауруымен ауырған болсаңыз, сізге моншадан бас тартқаныңыз жөн. Моншаға бару орташа қарқынды жаттығу жасағанмен бірдей болып табылады екен. Сау адамның ағзасы мұндай қысымға тез бейімделіп кетеді. Тыныштықта жүрек қағысы қайта өз қалпына келеді, ал жүрек аурулары секілді созылмалы ауру бар адамдарда мұндай механизм жоқ болып табылады екен. Монша буынының қабынуын болдырмайды, бірақ өлімге әкелетін тромбоз тудыруы мүмкін. 2018 жылы Mayo Clinic қызметкерлері монша мен саунаның ағзаға әсері туралы ондаған зерттеулерге талдау жасады. Ғалымдар моншаға үнемі бару нейрокогнитивтік және өкпе ауруларының даму қаупін азайтады екен. Артритпен ауыратын науқастардың жағдайын жақсартады деген қорытындыға келді. Сондай-ақ моншаға бару псориаздың асқынуын алдын алады екен. Бірақ бақыланбайтын қант диабетімен ауыратын науқастар моншаға барса, оның асидоз түріндегі ауруы асқынып кетуі ғажап емес екен. Бұл дегидрацияға, қан ұюының жоғарылауына, жүрек соғысына және шеткері артериялардың тромбозына әкеліп соқтырады екен. Жүкті әйелдерді сақтық шараларын сақтай отырып моншаға барғаны жөн. 2018 жылы Сидней ғалымдары бір журналда жарияланған мақалада жүкті әйелдер үшін, әсіресе алғашқы триместрдің моншаның қаупі жайлы аңыз әңгімелерді жоққа шығарды. Бұрын дәрігерлер әйелдің дене температурасының айтарлықтай жоғарылауы ұрықтың миының дамуына кері әсер етеді деп сендірген. Саунадағы 347 әйелдің дене температурасын өлшеп, 12 зерттеуді таңдағаннан кейін ғалымдар сауна мен моншаға барған кезде әйелдің дене температурасы орта есеппен 1,5 градусқа көтерілді деген қорытындыға келген екен. Ғалымдар мен дәрігерлер дені сау адамдарға төмендегі сақтық шараларын сақтаған жағдайда ғана моншаға баруға кеңес береді екен. Бірінші, мас күйінде моншаға бармау. Екінші, құлап қалмас үшін сырғанайтын аяқ киім кимеу керек. Үшінші, созылмалы аурулар бар науқастарға дәрігермен кеңесіп барып моншаға барғанымыз жөн екен. Денсаулығымызды күтейік, абай болайық.